Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әлеуметтік экологиялық проблемаларды анықтау және оларды шешу жолдарын табу модулі бойынша жалпы экология пәні бүгінгі жаңа тақырыбымыз ағза мен ортаның өзара байланысы, тіршілік ету ортасы және экологиялық факторлар туралы түсінік. Сабақтың мақсаты студенттерге ағза тұтас жүйе ретінде екендігін түсіндіру, экология ғылымының түрлерімен таныстыру, экологиялық факторларды жіктеу. Ең алдымен экология ұғымына тоқталсақ, организмдердің бір түрлі тобы мен әр түрлі тобының белгілі бір жерде қоныстанып өмір сүруі сол ортада табиғатпен өзара байланыста болады. Қоршаған табиғи ортаға адамдар, жануарлар, өсімдіктер және де басқа да тірі организмдер жатады. Қоршаған орта тірі және өлі табиғаттан құралған, өзара тығыз байланыстары бар бір тұтас жүйе. Табиғатта болатын барлық құбылыстар мен өзгерістер осы қоршаған ортада жүріп отырады. Қоршаған ортаның күрделі проблемаларын зерттейтін, ғылыми тұрғыдан ұсыныстар жасайтын ғылым саласын экология деп атаймыз. Экология гректің ойкос, үй, мекен, жай деген мағынасын білдіреді. Экология бір ортада өмір сүретін организмдерді зерттейді. Олардың басқа организмдермен және қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын анықтап, жиынтық қорытынды жасайтын ғылым. Экология терминін ғылымға бірінші болып енгізген 1866 жылы белгілі табиғат зерттеушісі, дәрігер, дарынды неміс ғалымы Эрнст Геккель. Экология үш негізгі бағытты зерттейді: аутоэкология, демэкология және синэкология. Аутоэкология жеке организмдер арасындағы қарым-қатынастарды оның табиғи ортасымен байланыстыра отырып зерттеулер жүргізеді. Жеке организмге табиғат факторлары қалай әсер етсе, оған организм солай жауап береді. Нәтижесінде жеке организм биоэкологиялық қасиеттері арқылы жалпы түрге, оның табиғатта алатын орнына, рөлі мен маңызына, қоршаған ортасында өзгерістерге, ластану деңгейіне, маусымдық өзгеруіне және де адамның іс-әрекеті туралы жан-жақты сипаттама береді. Келесі демэкология. Демэкология бір түрге жататын организмдер, яғни популяциялар, оның табиғи ортасымен байланыстыра отырып зерттеулер жүргізіледі. Бір түрге жататын организмдердің топ құрып тіршілік ету ерекшеліктерін, биологиялық құрылымын, табиғаттағы сан мөлшерін мен ауыл шаруашылығындағы маңызы туралы мәліметтерді қарастырады. Синэкология. Синэкология бірлестіктер экологиясы ретінде әртүрлі түрлерге жататын популяциялар жиынтығын бір тұтас организмдер деңгейінде зерттейді. Организмдер бірлестігінің қалыптасуы, құрылым мен динамикасы, қарым-қатынастары, энергия және зат алмасулар, сандық және сапалық өзгерістер, биологиялық өнімділігі мен бірлестіктердің тұрақтылығы туралы жан-жақты мәселелер қарастырылады. Енді экологиялық факторларға тоқталатын болсақ. Экологиялық фактор дегеніміз не? Экологиялық фактор дегеніміз ағза бейімделуін, реакцияларын не адаптациялар арқылы жауап беретін қоршаған ортаның кез келген элементі немесе жағдайын атамыз. Экологиялық факторлар абиотикалық, биотикалық және антропогендік факторлар болып бөлінеді. Абиотикалық фактор бұл тірі ағзаға әсер ететін қоршаған орта жағдайларының комплексі, яғни әсер ету жағдайына байланысты химиялық және физикалық тұрғыдан қарастырылады. Мысалға, жарық, жылу, су, атмосфера, судың тұздылығы, келмектілігі барлығы абиотикалық фактор болып табылады. Келесі ол биотикалық фактор. Биотикалық фактор дегеніміз бұл бір ағзалардың тіршілік ететін әрекетінің басқаларына тигізетін әсері. Мысалы, ол бәсекелестік қасиет, жыртқыштық, симбиоз, мутуализм, зоохария сынды
іс-әрекеттерді айтамыз. Үшіншісі бұл антропогендік фактор, яғни адам қызметінің қоршаған ортаға тигізетін әсерінің жиынтығы. Яғни ол ауаның ластануы, жерді құнарландыру салдарынан топырақтың эрозияға ұшырауы мүмкін, ауыл шаруашылығының қарқынды дамыту, яғни жер қойнауының, жердің беткі құнарлы қабатының пестицидтермен және гербицидтермен ластануы. Құрметті студенттер, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталады. Берілген тапсырмаларыңызды Платонс платформасында орындап, қайтадан тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.